Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз қолжетімді азық-түліктен дайындалатын салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге салатный листья, 2 жұмыртқа, колбаса, жүгері, майонез және де кез келген сухарики қажет болады, немесе кириешки алсаңыздар болады. Ең алдымен араластыруға оңай болатындай ыдысымызға барлық ингредиенттерімізді салып шығамыз. Енді келесі кезекте майонезімізді үстіне жағып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Міндетті түрде бұл салатты дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Қалауларыңызша үстінен тұз қоссаңыздар да болады. Мінекей, біздің салатымыз дайын болды. Ендігі кезекте табағымызға әдемілеп салатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.